Саламатсыздарбы балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша 3-ші сыныптың 81-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда дейді. Көктем кезі Шоқан ауылына жер картасын жасайтын Садников деген кісі келді. Шоқан да сол кісімен бірге даланы жиі аралады. Садников салған суреттерге еліктеп, тауды, көлді бейнеледі. Бір күні оған мысықтың балшықтан жасаған күймесін көрсетті. «Мынаны кім жасаған?» деп сұрады Садников. «Менің жолдасым мысық. Ол қайда? Ауылда. Оқыған ба, жоқ, оқымаған. Бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің», деді Садников. Шоқан алыс қырға қарап ойланып тұрып қалды. Сапарғали Бегалиннен. Келесі тапсырма. Мәтінді мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда. Бала Шоқан, өнерпаз бала, Садниковтың ақыл кеңесі, Шоқанның арманы. Бұл жерде өнерпаз бала деген сәйкес келетін сияқты. Мәтінді кім не туралы айтылған? Өнерпаз бала, мысық туралы, мектеп ашу үшін Шоқанның қалаға барып оқуының қажеттілігі туралы. Бала Шоқанның білімді болуды армандауы туралы. Бұл жерде балалар бірінші мен екіншісі дұрыс. Садниковтың Шоқанға берген ақыл кеңесіне қалпына келтіріп жаз. Сенің қалаға барып оқығаның жөн. Білім беру үшін мектеп ашу қажет. Бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің. Осыларды рет-ретімен жазу керек балалар. Сосын бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Сөйлемдерінен зат есімдер туып, үш жақты жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз депті. Ендеше мыналарды рет-ретімен жазып, жекеше көпше түрде талдайық. Біріншісі, бұл өнерпаз бала, оған білім керек. Екіншісі, білім беру үшін мектеп ашу қажет. Үшінші, сенің қалаға барып оқығаның жөн. Төртінші, оқып білімді болған соң мысық сияқтыларды үйретесің. Міне балалар, осыны жазып аламыз, бұл рет-ретімен қойылған. Енді талдайық. Менің балам білімім, бұл жекеше бірінші жақ. Сенің балаң білімің, сіздің балаңыз біліміңіз, бұл екінші жақ. Оның баласы білімі, бұл үшінші жақ. Енді көпше түрде бірінші жақ біздің баламыз біліміміз. Екінші жақ сендердің балаларың білімдерің, сіздердің балаларыңыз білімдеріңіз. Үшінші жақ олардың балалары білімдері. Міне балалар, осыларды жазып аламыз. Бізде келесі тапсырма. Мәтін бөліктерінің атауын толықтыр. Станниковтың Шоқан ауылына келуі. Біріншісі. Екіншісі, балшықтан жасалған күйме. Үшінші, мысық өнерпаз бала. Төртінші, Станниковтың бала Шоқанға айтқан ақылы. Осыны жазып аламыз балалар. Құраған жоспарың бойынша мәтіннің мазмұнын айт депті. Бұны ауызша айтамыз. Балалар, келесі үшінші тапсырма. Сөздерді оқы. Үш, біл, сыз, жүз, өшір. Адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза, биік. Бірінші жолдағы сөздер қай сөз табына жатады? Екіншідегі ше дейді. Бірінші етістік сөз табына жатады. Үш, біл, сыз, жүз, өшір. Яғни не істеді деген сұраққа жауап береді. Екіншісі адал, ұзын, жаңа, сұлу, таза, биік деген сын есімге жатады. Осы сөздерден зат есім жасап сұрақ қой. Зат есім ұшқыш, білім, сызғыш, өшіргіш. Яғни үш, біл, сыз, жүз, өшір деген сөздерден осы сөздерді етістіктен зат есімге айналдырып жаздық. Екіншісі адал, адалдық, ұзын, ұзындық, жаңа, жаңалық, сұлу, сұлулық, таза, тазалық, биік, биіктік. Осыларды зат есім қылып жаздық, айналдырдық. Үшінші сұрақ, бұлар қандай зат есім деп аталады? Неліктен? Бұлар туынды зат есім деп аталады. Өйткені бұлар негізгі сөзден туынды зат есім жасадық балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.